Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы сабақ. Мәтінді оқып шығамын, мұқият тыңдаймыз. Менің Марат дейтін танысым бар. Ол өте мақтаншақ болатын. Күрескенде баланың бәрін жығатындығын айтып мақтанады. Арада біраз күн өтті. Марат және оның ағасы Қанат үшеуміз мектепке бара жатқанбыз. Кенет бір кішкентай күшік шәу ете қалды. Марат пен Қанат екеуі қаша жөнелді. Мен асықпай жүре бердім. Күшік шәуілдеп артта қалды. Содан бері Марат мақтанбайтын болды. Барлығы 54 сөз жазамыз. Оқушылар, диктантты азат жолынан бастап жазуды ұмытпайық. Менің Марат дейтін танысым бар. Менің Марат дейтін танысым бар. Жаңа сөйлем. Ол өте мақтаншақ болатын. Ол өте мақтаншақ болатын. Жаңа сөйлем. Күрескенде баланың бәрін жығатындығын айтып мақтанады. Күрескенде баланың бәрін жығатындығын айтып мақтанады. Жаңа сөйлем. Арада біраз күн өтті. Арада біраз күн өтті. Жаңа сөйлем. Марат және оның ағасы Қанат үшеуміз мектепке бара жатқанбыз. Марат және оның ағасы Қанат үшеуміз мектепке бара жатқанбыз. Жаңа сөйлем. Кенет бір кішкентай күшік шәу ете қалды. Кенет бір кішкентай küçük
шәу ете қалды. Жаңа сөйлем. Марат пен Қанат екеуі қаша жөнелді. Марат пен Қанат екеуі қаша жөнелді. Жаңа сөйлем. Мен асықпай жүре бердім. Мен асықпай жүре бердім. Жаңа сөйлем. Күшік шәуілдеп артта қалды. Күшік шәуілдеп артта қалды. Жаңа сөйлем. Содан бері Марат мақтанбайтын болды. Содан бері Марат мақтанбайтын болды. Оқушылар, мәтінді қайталап оқып шығамын. Диктанттарыңды тексеріп алыңдар. Менің Марат дейтін танысым бар. Ол өте мақтаншақ болатын. Күрескенде баланың бәрін жығатындығын айтып мақтанады. Арада біраз күн өтті. Марат және оның ағасы Қанат үшеуміз мектепке бара жатқанбыз. Кенет бір кішкентай күшік шәу ете қалды. Марат пен Қанат екеуі қаша жөнелді. Мен асықпай жүре бердім. Күшік шәуілдеп артта қалды. Содан бері Марат мақтанбайтын болды. Осымен диктантымыз аяқталды.